Smile Kids. Жыланның алғашқы қадамы. Оқыған Шахмұрат Ордабаев. Ертеде бір жылан өмір сүріпті. Ол үйден шықпайтын, көршілермен араласпай, мерекелерге қатыспай, тіпті достарының туған күндеріне де бармайтын. Өйткені ол өте жасқаншақ, қорқақ еді. Қорқақтығы сондай, қоғамдағы тұмаудан, дауылдан, динозавр шапқыншылығынан да қорқатын. Тек үйінде ғана өзін қауіпсіз сезінетін. Үйде өзіне ұнайтын қызықтары көп еді. Әртүрлі кітаптар оқып, мозаикалар жинап, ескі тиындар жинағын толықтырып, теледидар көретін. Бір күні жылан біреу есік қаққанын естіді. Есікті ашса, барлық ауыл тұрғындарына гүлдер күні мерекесіне шақырту таратып жүрген пошташы екен. Жылан күлімдеп, шақыруды алып, есікті жауып, қағазда жазылғанды оқымай, бірден қоқысқа тастай салды. Өйткені ол ешқандай мерекеге бармайтынын нақты біліп, бар қызығушылығымен үлкен бояманы бояуға кірісті. Бірер сәттен соң тағы да есік қаққанын естіді. Бүгіндікке екінші рет. Бұндайға үйренбеген жылан есікті ашты. Бұл жолы көршісі маймыл екен. «Сәлем, жылан! Мерекеге шақыру билетін алдың ба?» деп қызығушылықпен қуана сұрады маймыл. «Сәлем!» «Иә, алдым», деді жылан қоқыс жәшік жаққа қарай. «Алақай, онда бірге барамыз ғой. Мен әдемі көйлек дайындаған едім. Жүрш, көрсетем, ойыңды айтарсың», деді маймыл. Жоқ, деп басын шайқап жылан, «Шақыруды алдым, бірақ мен бара алмайым», деп кесті жылан. «Тағы не боп қалды? Мейрам ғой, барлық ауыл бас қосады», деді маймыл. «Сол, барлық ауыл», жыланның көзі шарасынан шыға жаздап, «байқаусызда біреу менің құйрығымды басып кетсеше?» «Жоқ, дұрысы, мен үйде қалам», деп өз шешімін айтты жылан. «Түсінікті, сен сол әдеттегідей», деп көңілі қала жауап берген маймыл қоштасып үйіне оралды. Жылан мазасыз көршісінен құтылғанына қуанып, боямасын бояуды жалғастырды. Жарты сағат өткенде тағы біреу есік қақты. «Не боп кетті? Қайта мазамдалды ғой», деп бұрқылдаған жылан есік ашуға кетті. Ашса, бір үйден кейін тұратын тышқан көрші келген екен. «Сәлем! Маймылда болдым. Сәнді киімі керемет, көрсең ғой. Ол сенің мерекеге барғың келмейтін айтты. Міне, сені көндіруге келдім», деді маймылдан да тез сөйлеген тышқан. «Көндірме мені, тышқан. Мен бармайым», деді жылан. «Мен артта жүріп, сенің құйрығыңды күзетем. Ешкім басып кетпейді», деп көндіруге тырысты тышқан. «Сен менің құйрығымды қорғап қаласың, жарайды. Ал біреу алдымнан келіп, көзімді жараласа не болады?» «Болды, бармаймын», деп қырсықты жылан. «Сен әдеттегі әнеге бастың ба? Отыр онда үйде», деп көңілі түскен тышқан да үйіне кетті. Жылан да осыны қалады. Ешқайда шықпай үйде қалды. Бірақ көшедегі көршілер есікті қағып, олармен бірге алаңға гүлдер мерекесіне баруға көндірумен жыланның үйіне қайта келе берді. Келгендердің әрқайсысының ұсынысынан жылан бас тартты. Және алаңға неге бармайтынын түсіндірді. Кенеттен өрт басталса, немесе жаңбыр жауса, кенеттен жел көтеріліп, немесе күрт қар жауса, ал ол етіксіз дайын емес. Осымен бірнеше сағат өтті. Жылан бояуға отырмады. Өйткені қазір тағы да біреудің келіп мерекеге баруға көндіретінін білді. Ол табалдырыққа орындығын қойып, мерекеге шақыратын ауылдың кезекті тұрғынын күтті. 10 минут өтті. Ешкім есік қақпайды. Жарты сағат өтті. Дыбыс жоқ. «Мен
аздап отырайын. Енді біреу міндетті түрде келеді. Бекер тұрып қайтем, деп шешті жылан. Бірақ жыланның есігін енді ешкім қақпады. Сағатқа қараса, мерекенің басталуына да аз уақыт қалыпты. Шамасы барлығы алаңға бет алған болу керек. Кенеттен жыланның көңілі түсіп кетті. Ол енді оған ешкім келмейтініне ренжіді. Оған көршілермен сөйлескен ұнап қалған еді. Есікті ақырын ашып, оның үйіне қарай келе жатқан ешкім жоқ па екен деп қарады. Ешкім болған жоқ. Көше бос. Барлығы алаңда, барлығы тойлауда. Жылан аулаға шығып, қақпаға жақындап, мұңайып көкжиекке қарап тұрды. «Сәлем, жылан!» деген біреудің даусы естілді. Кездейсоқтықтан жылан селк ете қалды. Ол тоқты екен. Оны көрген жылан қуанып кетіп, тойға шақыру туралы ұсынысын естуге дайындалды. «Сәлем, тоқты. Мерекеге жиналдың ба?» деп жылан күлді. «Иә, мен мерекеге барам. Мен сәл кешігіп келем. Бірақ ештеңені жіберіп алмайым деп үміттенем», деп жауап берді тоқты. «Жарайды, мен кеттім», деп тоқты әрі қарай жүре берді. Сен мені өзіңмен бірге шақырмайсың ба? деп кенеттен жылан тоқтыдан сұрады. «Не үшін? Сен бәрібір бас тартасың. Сен менімен бірге костюм карнавалына, саңырауқұлақтар жәрмеңкесіне, би фестиваліне бармағансың. Гүлдер мерекесіне бармайсың деп ойлайым. Кенеттен жел соғады немесе аспаннан үлкен фрикаделькалар түсе бастайды. Сенің үйде отырғаның жөн», деп тоқты кетіп қалды. Жылан үйге оралып бояуға отырды. Бірақ кенеттен өзін жалғыз сезінді. Ол енді оны ешкім ешқайда шақырмайды деп қорықты. Жылан қорқақтығына ашуланып, көз жасын бұлады. Жылан тез жинала қалды. Көз жасын сүртіп, есікке қарай жүрді. Есікті ашса, сыртта тоқты тұр екен. «Соңғы әрекет. Жылан, мен білем. Сен бәрінен қорқасың, және үйде отыру жақсы деп ойлайсың. Өйткені ол кезде саған ештеңе болмайды», деді баяу тоқты. «Иә, ештеңе болмайды», деді жылан да баяу дауыспен. «Бәрінен бас тарту жаңашылдыққа келмейді. Бұл дегеніміз, сен достар таба алмайсың, би билей алмайсың, көңіл көтере алмайсың. Жаңа және қызықты нәрсені біле алмайсың», деп жалғастырды тоқты. «Бірақ мен өте қорқам, тоқты», деді жылан көзіне жас алып. «Егер бізді қорқытатын нәрсе туралы ойласақ, өмірде жаңа ашылулар, қызықты оқиғалар болмайды. Сақ бол, ақымақ болма, сонда бәрі жақсы болады. Бірақ сен өзіңді жеңіп, бірінші қадам жасауың керек. Әйтпесе сен жападан жалғыз қаласың», деп сендірді жыланды тоқты. Мен барам. Бірақ мені жалғыз қалдырмауға уәде бересің бе? деді жылан сенімсіз. «Уәде берем», деп жауап берді тоқты. Сонымен тоқтымен бірге жылан алғаш рет мерекеге аттанды. Ауыл тұрғындары жыланмен амандасып, оның үйден шығуға шешім қабылдағанын мақтап, мерекеде көргендеріне қуаныштарын білдірді. Жылан маусымның ең жақсы түстерінің әдемі шеруін көрді. Әр түрлі балдың дәмін татты. Үлкен шашуды көрді, және барлығы жаңа болса да, жыланға ол ойлағандай қорқынышты болмады. Жел соқты, ауа тазарды. Біреу кездейсоқ тиіп кетті, кешірім сұрады. Ешкім оны ренжітуге тырыспады. Бәрі мейірімді болды. Жылан енді үйінің 4 қабырғасына тығылмайтынын бір жола шешті. Өйткені жаңа ашылулар мен шытырман оқиғалар бізді әр түкпірде күтеді. Тек бел буып, есік сыртына шығу керек.